Ал достар, қайырлы кеш. Бүгін арнайы Алматыдан Ақтерлет Нұрдәулет досым келген екен. Мен туған күніме арнайы тосын сый. Ассалаумағалейкум, қонақтар, қалайсыздар? Арнайы Қожа Ахметтің туған күні үшін Алматыдан келіп отырмын. Менің Қожа Ахмет бауырыма хадиям. Алла сізді жаннатымен сыйласын деген иманын күшейтетін дәл осындай боксым. Ішінде таспиғы бар, миск, и потом құрма, зәм-зәм су. Ең главный нәрсе. Плюс ең басты нәрсе Турцияға 2 адамдық путевка, короче. Қожа Ахмет бұйыртса таппайсыңдар, таппаңдар. Бір аптаға кетіп баратыр. Родной. Рахмет. Рахмет айналайын. Мен жасымды берсін. Так, всем қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? Алдында бір аягөзге тамақ істеп беріп едім ғой. Аягөз жаман ұнап сол тамақ. Соны тағы да жегім келіп жатыр деп айтқан ғой, сөйтіп қайтып жасап отыр. Суды олай үйлеп тұра алмауда, сол, короче. Мынаны дайындап қойдық, мөлдіреп береміз. Сонымен мені 5-10 минутта дайын бар. Солай әйелдеріңді қуанып жүріңдер. Қатты әйелдер. Ал достар, бүгін Альбертаға киіліп, өзіме очкилер құрап жатырмын. Уже енді күн жылғаннан кейін, осынау мен очкимен жүретін сезон басталып жатыр ғой. Сіздер де жақсы очки іздеңіздер, шақа кисеңіздер болады. Бұл жақта керемет акция болып жатыр екен. Сіздер біреу алсаңыздар, екеу в подарок болады. Так что бұл мүмкіндіктеріне шақа киіліп, өзіңізге ұнаған варианттар таңдап алсаңыздар болады. Бағалары өте қолжетімді. Жақсы көріп тұрмын да. Достар, енді біздің отбасылық досымызға айналған, яғни өздеріңіз уже танып қалған Дәулет мырза өзінің осындай тағы да, например, осы уақытқа дейін подгузник ашты, ашқанда уже давно уже бұрыннан келе жатыр. Уже бүкіл Қазақстанның жартысы сол подгузникпен, яғни никомен қолданады. Жақында қыздарға арналған прокладки шығарды, кондиционер шығарды, например, күнделікті осы біздің әйелдер қауымына керек дейтіндей, балаларына жақсы качественный подгузник қолдансын деп керемет нәрсе шығарып жатыр. Және де қараңыздаршы, осы енді берсе ертең ашылуы болады. Қазір күн жылып жатыр. Қазір барлығы не жақсы көреді, салқын сусын да жақсы көреді. Енді мына жерде айта алмаймын, жаңағыдай идеясы мықты ана жігіттің, молодец. Мынаны ашып көрсетші. Мықты адамдарда күшті идея бар ғой. Достар, ертең